Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен дрожсыз нан жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызды илектен өткізіп, үстінен бір қасық ас содасын салып, және де бір қасық тұзды салып, 2 қасық құп шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен айранды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырға ешқандай да салмақ салмай, формасын келтіріп аламыз. Мінекей нанымызды біркелкі формаға келтіріп, бетінен кішкене осылай кесіп, қызып тұрған пешке 180 градусқа пісіріп аламыз. Мінекей нанымыз дайын болды. Нанымыз өте биік, әрі жұмсақ, дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.